Али Имран сүресі 157-166 аяттар. Егерде жаратқанның жолында жан берген болсаңдар, Алланың кешірімі мен рахымына кенелесіңдер. Ондай нығмет сендердің бұл дүниеде жиған тергеніңнен анағұрлым артық. Өлсеңдер де, өлтірілсеңдер де, сендер міндетті түрде Алланың құзырына жиналасыңдар. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алланың мейірімінің арқасында оларға әміріңнің орындамаған садақшы сахабаларға жұмсақтық таныттың. Егерде жүрегің қатыгез болғаныңда, олар сенен маңайынан қашып кетер еді. Оларға кешірім жаса, олар үшін истихфар, Алладан кешірім тіле, және барлық істерде олармен кеңесетін бол. Содан кейін әлде бір шешімге келер болсаң, Аллаға тәуекел ет. Өйткені Алла тәуекелге бел буғандарды жақсы көреді. Егерде сендерге Алланың өзі жәрдем берсе, сендерді ешкім жеңе алмайды. Егерде Алла Бәдір мен Ухудта жәрдем бермей қойса, онда сендерге жәрдемді кім береді? Сондықтан да мүминдер Аллаға тәуекел етсін. Майданда түскен олжаға қиянат жасау пайғамбар үшін лайық емес. Ондай күнә жасаған жан қиямет күні сол қиянатын арқалап келеді. Содан кейін әрбір жан иесі істеген ісінің жазасын толық алады. Оларға ешқандай да әділетсіздік жасалмайды. Алланың разылығын іздеген жан мен Алланың қаһарына ұшырау, жаһаннамнан орын алған пенде тең бола ма? Ол орын қандай жиіркенішті еді. Алланың құзырында олар әртүрлі дәрежеде болады. Алла олардың істеген істерін толық көруші. Өзінің қасиетті аяттарын оқып беру арқылы мүминдерді рухани тазартып, қасиетті кітапты оқытып, өздерінің арасынан кемеңгерлікке жеткізетін пайғамбар шығару арқылы Алла оларды нығметке бөлеп қойғаны қашан? Олар бұрын анық адасуда еді ғой. Бәдір шайқасында жауларыңа 2 есе көп қайғы-қасірет шеккізгендеріңді ұмытып, Ухуд шайқасында жеңіске ұшырап, өз бастарыңа бақытсыздық орнағанда, бәле қайдан келді, дедіңдер. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Бұның барлығы өздерінің пейілдеріңнен, деп айтқан оларға. Ақиқатқа жүгінер болсақ, қандай іс жасауға да Алланың құдіреті жетеді. Сендерге қайға келген соң, Ухуд күні 2 әскердің бетпе-бет кездесуінің өзі мүминдер мен 200-лерді танып білу үшін Алланың қалауымен болған еді.